Үйге бір плюс трактор деймін бе? Госпитриал тұр әлі. Оған тиіскен жоқпыз. Так, ол туралы қазір айта кетем. Міне тұр, қол тимейді. Бұған мотор іздедік басында. Өз моторын жинамайтын болдық. Мотор іздедік. Сосын міне МТ-82 тауып алдық арзан бағаға. Так, мұнамыт енді кузовы шіріген. Мына 80-дікі кузов шіріген. Мынау капота шіріген ғой. Қалғандары не енді. Мотор істеп тұр, бүкіл істеп тұр. Енді доңғырақтарды санамағанда. Мына жағы нормаль, мына жағы доңғырақ қанша алып келген кезде. Мына жарылып атқан сосын осылай алып келдік бірге сүйретіп. Алып тастаймыз. Так, міне МТ-82 алдыңғы мостымен, передний мостымен арзан бағаға алдық. 800 мыңға тауып алдық арзан бағаға. Жарты ақшасын беріп, жарты ақшасын жартылай байтал береміз. Ол кісі өзі байтал сұрады. Байтал береміз. Так, міне баға бере кетіңіздер. Енді не істейміз? Осы тракторы жинаймыз. Осы трактормен біздің трактор әне тұр. Тағудың басында. Уклонда тұр, уклонда. Завод дегенде ыңғайлы болатындай. Так, міне жаңа госпитру айтам дедім ғой. Міне бұл мотор істеп тұр. Тек стартер ғана жоқ, айтпесе істеп тұр. Бұның моторын госпитрға саламыз. Сосын біздің трактордың моторын жаңағы капотын, жаңағы кузовын мынаған саламыз. Мына трактормен жүретін боламыз. Сондай жаңалықтар. Осындай тракторды алдық. Міне алдына доңғылақтар бар, міне екі доңғылақ алдына саламыз. Ан жақтарда қалың кассинсоттың доңғылақтарын саламыз. Пока бастаған жоқпыз әлі. Бастау керек. Сондай жаңалықтар. Бұның моторын мынаған саламыз. Күн жаңбыр ақырын жауып тұр. Сәл-сәл. Доңғылақ туралы айта кетейін қазір. Дауысым желден естілмей қалса, кішкене сосын қатты сөйлеп отырмын. Міне екі доңғылақ сал. Уже салу керек. Просто айтып едім ғой, мына жер жырық деп міне. Новый доңғылақ алдық. Кісіден. Почти новый ғой. Почти новый. Міне. Сосын тағы бір доңғылақта болсақ, міне, мына екеуін ауыстыру керек. Осыларды дайындап, осыларды бірақ тағамыз. Сол үшін мыналарды тақпай отырмыз. Тағы біреу негізі бар бір жерде. Соны алып қойсек, осыларды саламыз сразу. Сол үшін бұларды тақпай отырмыз. Солар уже ескірген. Міне сол екіншісін тауып алсақ, сол кезде бірақ саламыз. Трактор тұр. Сондай жаңалықтар. Құттықтап қойсаңыздар болады. Неге жүріп тұрған трактор? Иә, моторы бәрі істеп тұр. Жеңіл киіп шыға салған едім. Что-то тоңып қалдым. Дозаторына деймін бір. Так. Доңғылақтар бір жақсы мұны. Біздің кішкене сваркеленген болған доңғылақтардың. Титанкалары. Мынау жақсы, мықты. Сондай жаңалықтар комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Еще міне мынадай. Бұны енді үстіне алып тастаймыз. Сол өзіміздің кузов саламыз ғой үстіне. Бұны алып тастаймыз. Капотын алып тастаймыз. Капоты шіріген. Мынандай жағдайда ғой капоты. Сол енді бұған стартер алу керек бұл моторға. Әйтпесе завод деп көрейік дегенбіз.
істеп тұр негізі. Сол стартер ғана жоқ. Сондай зауықтар. Газпеттерге тиіскен жоқ біз әлі ешқайсына. Дәл солай тұр. Сол енді мына трактор жинап бастаған кезде моторын шешіп қоямыз ғой осы жерге. Қазір бір осы тракторды жүргізу керек. Міне керемет. Жақсы бұйырып тұрған трактор ғой. Сондай жаңалық. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз ғой. Бүгін маусымның 14 сенбі күн. Міне трактордың ремонты басталды. Міне кабинасын алып тастадық, кабинасын капотын алып тастадық. Мына жер жатыр міне. Так, сосын біздің трактордың. Ау. Я, мен түсірдім ғой, кабинамен тұрған кезде. Иә, сосын біздің тракторды міне күннің бәрін шешіп тастадық кранмен. Капотын бәрін қазір енді кабинаның астыңғы подушкаларын, болттарын босатып, кабинаны алу керек қазір. Содан кейін ары қарай кетеді ғой. Сосын міне анжол көрсеткен доңғырақтарды салып қойдық. Өзінің дискасына салып қойдық. Өзінің широкий дискасы как раз келеді. Салып тастадық сразу. Сол әзірше мынадай. Сол қазір. Так, тағы немене? Сол мына жердегі багын алып тастадық. Кабинасымен бірге. Пока енді тұрғыз, енді мынаның кабинасын аламыз. Сосын ары қарай көрсетемін, видеоға түсіреміз. Подсветочка. Так, міне кабинаны көтерейін деп отыр. Так, еще сотрать. О! Ağzına rıçaklar stop тұрғыз. Так, міне кабинаны алып отыр. Екеуі бірдей оқып болды әне. Так, міне екі трактор бірдей оқып болды. Так, короче, мына бакта анаған лақтырамыз. Сосын міне мынау скоростын лақтырамыз. Біздің мынау қазіргі нелеріне скорост келмейді, 82 скорост біздің кабина келмейді. 82 скоросты 80 кабинасына келмейді. Сондықтан өзінің 80 скоростын алып анаған орнатамыз. Пока что енді 82 өзінің родной каркасный кабинасы жоқ, табылмадық. Сондықтан 80 кабинасын қоямыз. Сосын бірге орнатамыз. Әйтпесе келмейді скоросттар.
Ассалаумағалейкум. Міне трактордың жалғасы. Бүгін маусымның 15-і, июньнің 15-і. Жексенбі. Кеше трактордың кабинасын алып тастағанбыз. Сосын бүгін мына жердегі рычагтардың, тормоздың ішіндегі дискалардың, колодкаларын алып тастадық. Анаған салдық, анаған кішкене жанып кетті колодкалар. Мынау енді жай тұр. Қазір что-то жамбыр жауайын деп тұр. Су көрмесін деп. Ана трактордың сала салдық. Негізі мынау бір жерде тұрады жеке. Мына салмаймыз, короче. Қоқып қоямыз. Қазір түсіндірем. Сосын багын алдық. Багын салып орнатып қойдық. Так, не болып тұр мына? Камера кішкене мутный болып тұрған сияқты болды. Так, мына рычагтардың бәрін салдық. Так, қазір көрсетейін. Міне сосын 80-нің өзінің рычагын салып қойдық. Скоростный рычагын 80-ның өзінің тұр. Сол қара анжеге пока жамбыр тимесін деп анжеге жаба салдық. Так, сосын мынаны ауыстыру керек міне. Ұзын. Келмейді біздің кабинаға, 80-ның кабинасына мына ұзын. Ананы салу керек. Содан кейін гидробакты ауыстырамыз. Точнее, мыналар шешемізді 80-дікін саламыз. Мына трактор негізі уже сатылатын олар. Кісімен келісіп қойдық. Бұны, короче, радиаторын шешіп аламыз. Мынаған. Сосын моторын шешіп аламыз. Сосын жаңағына гидробакты мұнда саламыз. Сол мотор, гидробак, радиатор. Сосын екі доңғалаға алып қаламыз. Болды, қалғаны кетеді. Сатылып. Сонда жаңалықтар. Сол енді пока енді мынаны жүргізіп алайық. Содан көріп жатармыз. Тек бәрін көрсеттім ғой, бәрін көрсеттім деп ойлаймын. Міне жаңағы тормоздың педальдары, ручниктікі. Так, сол. Сонда жаңалықтар, бүгін осындай жұмыстар болды. Ертең сол гидробак шешеміз. Арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Сосын сол. Сондай уақыт болды. Негізі уақыт біраз уақыт мыналарды жуумен кетті негізі. Көріп тұрғандарыңыздай мыналарды жудық міне. Міне тазарып қалды. Негізі май болған міне мынадай мұч май болған. Бәрін жуып, тазалап, бетін бәрін кішкене жақтардың бәрін тазалап. Мынандай машинка бар. Сонымен жақсы екен, напор жақсы екен. Таныс кісінікі жақсы жуады екен. Сосын міне егерде осындай біресе жуатын болсаңыздар, міне май кетіретін. Мен мынау жақсы май кетіреді. Үстінде тағы біреу бар. Қайда ол? Азелит деген. Сосын міне мынандай. Кәдімгідей краскасын бәрін кетіріп сөйткен. Жақсы не? Жууға, мотор, сондай. Сондай жаңалықтар. Болды сондай. Пока жаңалықтар жоқ. Ертең сол гидробак. Может, моторын шешіп аламыз, шешіп қоямыз. Көре жатармыз, көреміз енді. Негіз пока что алдындар айтып едім ғой видеоның басында. Мына моторды газ-фильтрге саламыз, мына моторды мынаған саламыз деп. Енді пока намен жүре тұрамыз, көреміз қалай бұл мотор. Әлі бұл моторды заводить деген жоқпыз, қосқан жоқпыз, оталдырған жоқпыз. Намен пока что әзірше жүре тұрамыз мына мотормен. Содан кейін енді газ-фильтрге кетеді. Может осы тракторда қала береді мотор, көреміз. Негізі бұл мотор негізі әлді мотор.
газ-триға жақсы болушы еді. Шөп сүйрегенде, енді бір тасығанда, артқанда, тасығанда, сондай жұмыстарға. Сол. Ол жарайды. Қалған ендігі видеоға түсірем. Келесі бөлімде. Осы видеоны әзірше аяқтайын. Құрметті көрермендер, бір нәрсе айта кетейін. Біз негізі басында каркасный кабина табылмадық, ана өзінің 82-нің кабинасын табылмадық. Сондықтан салайын деп жатырмық қой. Соған байланысты енді сіздер Павлодар облысынан болсаңыздар, осы 82-нің каркасный кабинасын сататын болсаңыздар, или сататын таныстарыңыз бар ма? Сондай адамдар болып жатса, комментария жаза кетіңіздер, номерлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Біз болашақта керек болады, керек негізі аламыз қайтадан. Өзінің родной 82 каркасный кабинасын аламыз. Енді пока 80-нің кабинасымен жүреді. Негізі 82-нің кабинасын алу керек. Сондай сататын или сатып жатсаңыздар, комментария жаза кетіңіздер. Аман сау болыңыздар. Сіздерге тек байлық, денден сау болсын. Мал-бастарыңыз көбейе берсін. Ауырмаңыздар. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.